Кернеу және тоқ күші арасындағы қатынас үйлерді электр энергиясымен қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Тоқ күші немесе кернеу жоғары болған сайын қуат та ауқымды болады. 19 ғасырдың соңында электр энергиясы алғаш рет коммерциялық мақсатта өндірілгенде тоқ тек бір бағытта берілді. Бұл тұрақты тоқ деп аталады. Тұрақты тоқпен көбірек қуат өндіру үшін жоғары тоқ күші қажет еді. Бірақ электр сымдарымен жоғары тоқ күшін өткізсек, біршама электр қуатын жоғалтып аламыз және электр тоғын алыс қашықтыққа тасымалдау мүмкін болмай қалады. Тапқыр шешім қажет болды. Егерде электр ағынының бағыты алға және артқа ауысатын болса, біз оны айнымалы тоқ дейміз. Бағыт өзгергенде кернеу де өзгереді. Айнымалы тоқтың мұндай ерекше қасиеті инженерлерге электр сымдарындағы кернеуді арттырып, күшейтуге мүмкіндік берді. Енді тоқ күшін азайта отырып, тұрақты қуатты сақтап тұруға болады. Сол себепті айнымалы тоқтан алынатын электр тоғы қуаттың жоғалуынсыз үлкен қашықтықтарға орналастырылады. Электр сымдарындағы кернеу трансформаторлар арқылы өзгереді. Трансформатор дегеніміз екі сым катушкамен оралған металл өзекше. Бірінші катушканың орам саны аз болады. Екінші катушканың орам саны көбірек болады. Бірінші катушкадағы кернеудің өзгеруінен магнит өрісі пайда болады. Ол екінші катушкадағы кернеуді тудырады. Екінші катушкадағы кернеу жоғары болады, себебі катушканың орам саны көбірек. Қуат тұрақты болып, кернеу артқан кезде тоқ күші кемуі тиіс. Дүниежүзілік ұлттық энергетикалық жүйе мүмкіндігінше аз күш жұмсай отырып, алыс қашықтықтарға әлсіз тоқты тасымалдаудағы кернеу мәнін 400 000 вольтқа дейін арттырды. Бірақ мұндай электр тоғының үйімізге пайдасы жоқ. Кернеу тым жоғары, ал тоқ күші өте төмен. Бұл электр тоғын жарамды ету үшін оны басқа трансформатор арқылы өткізу қажет. Бұл жолы кері бағытта. Төмендеткіш трансформатор электр тоғын кері қарай орнықты төмен кернеуге түсіріп, пайдалы жоғары тоқ күшін сақтап қалады. Сол себепті трансформаторлар электр сымдарындағы кернеуді реттеуде және үй ішінде қауіпсіз пайдалану үшін кернеу жоғары айнымалы тоқты түрлендіруде маңызды рөл атқарады.